Баршаға ассалаумағалейкум. Бүгінгі мейманымыз IT сферасында жүде үлкен тәжірибеге ие инсан. Ойлайман, бұл бүгінгі саны жүде көпшілік жастар үшін қызық болады деп. Қанат аға, ассалаумағалейкум, қош келіпсіз біздің сол еркін сөйбет жобамызға. Өзіңіз таныстырсаңыз. Қош келдік, рахмет, Ислам. Атым Қанат Бектемиров, әсілі өзім Нөкістемен. Яқта 15-16 жыл жасап, прогресс мектебінде оқып кеткенмен. Басынан туғанымыздан Қарақалпақша тілін мен өскенбіз. Орыс мектебіне барғанмын, бірақ кейін ақшқа көшкеннен кейін в основном англис тілінде сөйлейміз. Әзірлері Қарақалпақша тілі онша күнде істетілмегеннен кейін осы подкастта Қарақалпақша, орысша, английский араластырып жібереміз дейміз. Енді аудиторияңыз қапа болмайды деп түсінеді деп ойлаймыз енді. 2008-2009 жылдарда еді, ол кезде заман басқашалау еді. Әзір ғой, көп рожаланып кетті. 2008-дерде 9-ды бітіріп, мен біздің папамды жұмысқа шақырып қалған Америкада, Арканзас деген штатымен, сол біздерді алып кетіп еді. Ол университетке профессор болып жұмысқа барған, сөйтіп біздер бірге кеткенбіз. Мен яқта сөйтіп high school дейді, 9-10-11 кластарды, как бы яқтың лицейінде да. Соны сияқта оқығанмын, сол кезде үлкен андай разницаларын көргенмен да, біздерде қандай мектеплер яқта қандай болғатқан, сол екі жақта да оқып, разницаларын көргенмен. Кейін сияқты 3 жыл соны қылып, университеттерге даярланып, сол Арканзастың өзіне, Арканзастағы ең үлкен Арканзас университетіне бакалаврға кіріп, сияқты қалдым, студент болып. Компьютер сайенс деген направлениеге кеткенмін, компьютер сайенс, компьютер наукасы. Сөйтіп, әзірім сол Арканзас штатында жасаймын, басқа штаттарда мазғандай жасап көрдім, бірақ Өзбекстаннан ақшқа сөйтіп барып қалғанбыз. Университетке компьютер сайенсқа тапсырған деген жөнеліске. Компьютер сол жөнелісі сайлау үшін не түрткі болған сізге? Неге сол компьютер сайенс сайлағансыз? Неге ондай сайланды? Ол бойынша маған ондай о направление онша қиын болмаған. Көп адамдар андай ойланады ғой, университетке барғанда не оқысам екен деп. Бірақ мен сол Нөкістің кезінен программирование қылып жүретін едім да, 6-7 класстарда компьютерлар шықлап, кейін азғантай программированиелерге араласып, не болатын еді, информатика класслар болатын еді, соларда оқытып, ол кездер паскалма үйрететін еді ғой мектептерде. Сол кезде азғантай программирование қылып жүргеннен кейін өзі интерес бар еді да. Америкаға барғасынам, сол программированиені көп өзім үйреніп, қылып, проектлер қылып, Қарақалпақстанда бір-екі проектлер бастағанбыз, ол кездер ше. Баяғыда 2008-2010-ларда carstars.com деген сайт болатын еді, андай бір форум қарақалпақлардың. Соны мен бір жорамен бастағанмын уақытында. Күніне білмеймін, бір 5000 адам көріп тұратын еді. Сол университетке барғанда уже мынандай болды да. Бір где-то 100 специалист болады яқта. Бұяқта, например, университетке барсаң, обычно әр университеттің өзінің направлениесі болады. Америкада үлкен университетлерде бәрі зат болады да. Бір университет, например, 30 000 адам болады, бір 100-150 андай специалист направление болады. Сол мен барғанымда деп қарадым. Так, мен не заттан жақсымын, мен программированиеден жақсымын, и математикадан жақсымын. Басқасы вообще мұнша қысылсам жоқ, өзім жақсы емес едім да. Сөйтіп математика бірінші сабаққа бардым. Айтып едім ғана, бірінші курсты уже не қылып бітіріп, екінші класста. Да, мектепте алып, сол уже екінші курстың математикасын алып бастап отырып едім. Бардым, мен математикадан өзім жақсы деп ойлайтын едім. Бардым, қасымда отырған затлар уже түсінде қылатын, мен зорға түсініп отқан затлардың, олар түсінде қылатын адамларды. Сөйтіп программированиеге бардым, уже ол өзім түсінетін затларда, қасымдағылар бірінші мәрте үйреніп жатыр, мен бұл затларды уже білемедім деп. Сөйтіп сразу сол кезде не қылдым, яқшы математика керек емес, осыны компьютер сайенста қала берейін деп. Сөйтіп кете бердік. Университет 4 жыл оқу, иә? Университет 4 жыл.
Студенттік дәуір қалай болды? Студенттік дәуірінде сіз сол IT сферасына жұмыс алып бардыңыз ба? Қандай жобалар алып бардыңыз, егер алып барған болсаңыз? студент дәуірлігі Сіз шетелде, Америкада, да сол IT сферасы бойынша. студент дәуірлігі зор. Ұяқтарда не болады обычно, жаңа айттым ғой 30 мыңдай студент болады бір кампустың өзінде. Солардың өзінің қаласындай болады да, тек студенттер мен студенттер жүреді, общежитиялары, ана нелері үлкен болатын нелер көп та, адам басқалармен айланып не қылатын зат. 4 жыл зор тез өтіп кетті. Қайтадан бір разницасын айтатын болсақ, Америкада сен көбірек қандай бала боласың да, бұяқта сразу 9-10-ды бітірдің ба, сразу жұмыс істеп, үйге анандай не қылып, базаршылық келіп, ақшаңды беріп жүруің керек қой, ответственность уже басталып кетеді. Бұяқта не да, университетте жүрсең ба, ол тек сен өзің үшін уақыт та. Соның үшін көп адам бір-бірімен сөйлесіп, өздерін тапқысы келеді. Оқысы келгендері оқиды, басқалары просто андай қылып жүре береді. Бір жер жақсы, университетте айтады, сен 40 сабақ алуың керек дейді осы 4 жылдың ішінде. Бірақ мен соны өзім сайлауыма болады да. Мына семестр мына сабақты аламын, мына сабақларды аламын, кейінгі семестр мына сабақларды, екінші курста мына сабақларды. И әр сабақ уже полностью басқа адамдармен отырасың да. Бұяқларда обычно бірінші курсты бастайсың, 4-ші курс бітіргенше почти бір группа болады ғой. Бұяқлар жақсы болды. Жұмыс тарапынан тоқтамадым, мен сол программированиені жөнелісімен кете бердім. Сұрау бар да. Сіз бакалаврда IT сферасы өзіңіздің сфераңыз екенін түсініп жеткеніңіз мысалы айтады ғой. Сол менің кәсібім екен деп. Сіз соны бакалаврда көзіңіз жетті ме сол сфераға, сонда IT сферасына кіріп келуіңіз? Енді басында точно түсінбейтін едім, бірақ компьютер сайенс деген специалист оқығандардың бір где-то 60-70% жұмыс бойынша software инженер дегенге программист болып кетеді. Бір 70% иә. Маған программирование жағатын еді, содан кейін уже білдім да, мен өзі білетін затым, и осы специалистім жәрдем береді екен. Жұмысларым істеп бастадым, стажировкаларым істеп бастадым оқудың кезінде. И индустрияны түсініп алдым, содан кейін уже білдім да, мына біздің журналыс екен деп. Бірақ ол кездері басқаша еді ғой, әзірлері бір 2016-2017-лерден бастап адамлар мынандай қылып реклама қылып бастады да, IT сферасында ақша көп екен, программированиеде ақша көп екен. Соған адамлар өзім интерес емес, просто мына біздің мама айтып жатырды, папа айтып жатырды, мына біреу айтып жатырды, мына жақта ақша көп екен, соның үшін оқыдым дейді. Сөйтіп 4-ші курсқа барады, 20 линия код жаза алмайды да уже. Уже бұл адамлар IT-да көп шыдамайтын адамлар да. Біздерде айтады ғой, жұрттың баласы дейді ғой. Сондай да. Жұрттың баласы қылдырды да, мен не қыла алмаймын деп. Жұрттың баласы істеп жатыр ғой, сен не істемейсің деп. Көп ата-аналар басым қалады сөйтіп. Мен сол университет кезінде мынандай нелер жақсы, стажировка қылуға болады да жазда, не? Компания Америка үлкен не ғой, мемлекет қой. Бірақ ең жақсы үлкен IT компаниялары мияқта. Мен деп ойладым, так, компьютер сайенс оқып жатырмын, Facebook, Microsoft, Google дегенлер стажировка алады екен әр жазда. Еще бір 1000 адам алады да, жақсы ақша төлейді. Бір 2000-дай стажировкаға алады жылына. Так, оған қайтып кіреді екен деп сөйтіп интернетте іздеп бастайтын едім. Интервью процесслері, веб-сайтына қайсыны қылу керек, резюмені қайтып дайындау керек деп. Сөйтіп сразу осы процесті бастадым да, бірінші курстан бастап. Бірінші курста деп қарадым, олар маған ответ жазып жатырды да, сен интервью қылacақпыз, давай деп, уже үлкен компанияларда. Мен таныс біліс деген зат жоқ. Сайтына барып просто тапсырдым. Бірақ бірінші курс уақытында интервью қылғанларында почти ешқайсына өтпедім да. Деп түсіндім, яқшы мен программирование біледі екенмін, бірақ мыналардың
сұрайтын затлары екінші үшінші курста болатын затлар екен да. Сол кезде бірінші курста полный отказ берді, кейін соған астен тайланып, сабақларын ертерек өзім оқып, екінші курстан бастап уже интервьюлар қайтадан келіп бастады. Уже сол екінші курста маған бірінші андай офферім келді үлкен IT компаниядан, Амазоннан. Екінші курсыңызда? Екінші курста, бірақ екінші курстан кейін жазға болады. Амелият өтуге, иә? Да, стажировка болады. Интервьюде жақсы өтпедім деп ойладым, бірақ келіп тұрды. Поздравляем, жазда біздерге мына неге Сиэтл қаласына келіп қосылып істе, ақшасы мынандай алып көрсең деп қарасаң, ақшасы просто стажировка үшін Американың средний зарплатасы болады. Кәдімгі полный full time істейтін адамлардың зарплатасынан көп та. Сол кезде уже бірінші не, мен просто бесплатно істейтін едім да, шақырғанда. Мына деп көрсетіп қойды, сен гостиницаңа жазда төлейміз, айлығың мынандай болады, машина береміз деп. Ладно деп сразу сол кезде андай болды да, бұяқта еще ақшада көп болады екен IT сферасында. Бесплатно шақырғанда да баратын едім, бірақ сондай болды. Кейін олар екінші курстан кейін үшінші курсқа қайтадан не қылды, үшінші курстан кейін келдіп қайтадан жұмыс істеуге, стажировкаға. Мен онлайн қайтадан тапсырып бастадым басқа компанияларға, Facebook, Microsoft дегендермен сөйлестім. Сөйтіп Google'дан маған оффер, приложение келіп қалды. Google уже Калифорнияда еді. Олар айтып отыр, мынандай ақша беремін, сен үшінші курс болғасын, зарплатаң мынандай болады, айлығың мынандай. Сіз оларға ұсынысында өзіңізді білдіресіз, кейін сіз шақырады, сондай ма? Процесс бойынша әзір азғантай басқашалау, 10 жыл алдын резюмеңді сайты болады, соған тасайсаң резюмеңді, қайсы университетті қойсаң, нешінші курссаң, қайсы неге жылға стажировка қарап атсаң дейді. Кейін оларға жақса, саған не қылады, звонок қылады, бір 3 этап интервью болады. Интервьюдің бәрінде андай стажировка үшін андай программирование бойынша бір какой-то задача беріп, жарым сағат, 1 сағаттың ішінде олар саған қарайды да, бұл жақсы программист болатын бала ма, или болмай ма деп. Сол кеп қалды, ол кезде деп қарасам, оның амнесі жақсы да. Так Google ол кездері әзірлер басқа ғой, өздері ең жақсы компания еді. Біздер жақтан адамлар аз еді. Жазда соны қылып, көп адамлармен танысып, не қылдық, уже 4-ші курстан кейін бітіретін уақытта қайтадан сондай процесс бастады. Не қылсаң, сайтларға барып резюмең тасайсаң, айтасаң, қайсы қалада, қашан бастауыңды, сөйтіп full таймға, бірақ интервьюлар көбірек болады, бір 4-5 интервью болады. Екінші курста Амазонда амелият өтедіңіз, үшінші курста Google'да. Үшінші курста 2 қылдым мен сөйтіп, бір семестр университеттен алып тұрып, бір семестр Амазонға бардым, сөйтіп Амазоннан кейін жазда Google'ға бардым. Айта аласыз ба, Amazon һәм Google компанияларында қандай жобаларда американцырыңыз? Анық бір жөнеліс бойынша. Қандай жұмыс істедіңіз дейсің? Қандай жобалар, қандай проекттер істелінді деді? Енді ол 10 жылдың ар жағы затлар ғой, точный детальдарын білмедім, бірақ процесс бойынша мынандай болады. 1000 жаңағыдай стажировка алатын болса, мынандай болады екен да, оның арқасында Амазонда, например, білмеймін, 1-2 мыңда команда болатын жер. Солар саған не қылады екен. Мен мынаны өзім командам алғым келіп жатыр, мынаны өзім командам алғым келіп жатыр деп, сөйтіп бірінші барлығымда Amazon Payments деген бір команда бар еді. Сайтларда жүрсең, өзің Amazonның шотыңмен төлеуге болады да. Бірінші сол команда едім, екіншісінде AWS, Amazonның Amazon Web Services деген несі бар. Серверлар, анау беретін заттар. Как раз кеше оларда не болды, бір какой-то проблема болды, и интернеттің жарымы істемей қалды. Сол Amazonның несі бір какой-то нелер істемей қалған, серверлар істемей қалғаннан кейін. Сол AWS дегенде бір команда мен шақырып алды. Ол уақытлары Amazonның өзінің iPad-қа ұқсаған конкуренция несі бар еді, Kindle'да не бар еді, өзінің iPad-ы бар еді.
сода бір командаға шақырып қалды. Браузерында істеп едік. Google'да Waymo деген приложение естің бе? естуім бар ау. Waymo деген приложениенің соң бір командасына қосылып едім Google'да. Бұл 3-ші курста болды бұл әмелетіңіз. 4-ші курста бітіріп тапсырып атсыз шет басқа нелерге, компанияларға, full time. Сол жарайлар қандай болды айтып өтсеңіз? Қара, мынандай да, Америкада иммигрант болу вообще қиын. Мен, например, әзір студент болып барған кезімде тек студентшілік қылатын едім да. Мындай өзім направлениеге байланысты жұмыстар ала алмайтын едім. Например, ресторан, магазиндерде істеген кезде өзім оқудың уақытында ондай затқа рұқсат болмайды да. Так, значит, мен оқуды бітіргеннен кейін уже студент визам бітеді. Студент виза біткеннен кейін мен жұмыс істей алмаймын. Бірінші проблема сол. Мен виза туралы, виза мәселесі болсында не қыламын. Даже мыналар мен жұмысқа аламын десе, мен студентский визамен істей алмаймын да. Уже басқа виза ойлап не алып қалсау керек. Рабочий виза, жұмыстың визасы Америкада алу ана нелерге қиын. Басқа жақтың адамдарына вообще қиын да. Бірінші проблема сол. Тапсырған компаниялар сен даже жұмысқа аламап, сен жұмысқа рұқсатың болмаса деп. Сол бірінші проблема. Так, даже маған мыналар жұмыс офер берсе, қалай істеймін деп. Бірақ мында үлкен компаниялар өзі рабочий виза не қылуға жәрдем береді. Қымбат, арзан зат емес. Маған Google-ам қайтып келді, Amazon-да қайтып келді. Бірақ мен ол кезде қылып жүрген затларым көп зат үйрендім. Ең башқа тиядыма сол үлкен компанияларда істейді. Бірақ мен мынандайға түсіндім. Мен мынандай бір компанияда кішкентай проектлерді онша өзім тек бір затқа қарап отырып жақпайды екен да. Университетте қылған затларымда полный проектті нөлден бастап бәрін өзім қылғым келетін еді да. Сөйтіп қарадым, ақша зор. Бірақ мен барсам уже тек бір неге проектке, бір командаға қосылып қаламын да. Көп затын направлениелер анамлармен онша қосыламын. Сөйтіп бір не қылдым, отказ бердім оларға. Әзірше мен барамай тұрайын. Мияқта бір стартап, бір танысым стартап қатырып еді. Стартап деген не? Ол ақша нөл, клиенттер жоқ ешсат. Зато өзің нөлден бастап, примерно компания қайқа баруын не қылсаң болады дегендей. Сөйтіп оларға айттым, әзірше бара алмаймын. Әзір мен бір жыл өзім басқа стартап компания қылып көрейін, сол қайқа барады екен көру үшін деп. Соны қылдық. Өзіңіз стартап құрдыңыз? Бір таныспен құрып бастап едік. Енді уже проблеманың үстіне өзім проблема қосып жүрдім. Біріншіден жаңағы рабочий виза проблема, екіншіден айлық жоқ, нөлден бастасаң. Сол бір таныспен, хотя өзім сондай нөлден бастап компанияны өзім көтергім не қылды, продукты полный өзім жасап, басқарып, просто біреуден андай не алмай. Неше жасыңызда болды? Бакалавр бітіргеннен кейін? 4-ші курста бастадық, кейін бір жылдай жүрдік, одан кейін 22 жасыңызда, да? 22 жасыңызда өзіңіздің жеке компанияның сертификат алдыңыз. Да. Осындай затларға көбірек қызығатын едім, проектлер басып, клиентлермен сөйлесіп, олар не деп отқанын қылып, сондай интерес бар еді. Бірақ жаңа айтқандай жасым негесін опытым азлау еді. И сол бір жылымыз просто так кетіп қалды да. Жаңа бакалаврдан кейін қылған компаниямыз онша өспеді. Ақырында жауып жібердік. Қалтада ешзат жоқ, компанияда еш жаққа бармады, зато тәжірибе опыт алып жақсы болды. Одан кейін незатпен шұғылдыңыз? Компания жауылды, кейін бакалавр бітіргеннен кейін жұмыс визасы дедіңіз. Да. Ол қалай болды? Сол қалай шештіңіз ол машқаланы? Сөйтіп сол затларды ойлап жүргенде мынандай зат болады екен. Америкада мынандай IT инженеринг сферасына бакалавр бітірген болсаң,
олар сізге 3 жыл рұқсат береді екен жұмыс істеуге. Мен оны кейін білдім да, 4-ші курстарда білдім. 3 жылғы виза беріледі екен. Да, студенческий виза болып, как бы 3 жыл практика қылып жүргендей болды. Егер сіз IT сферасын бітірген болсаңыз, бакалаврда, 3 жылық виза беріледі. Басқа нелерде болсаңыз, история, мынаулар қылсаңыз 1 жыл екен ондай срокі. Жақсы, пайдалы малымат болды. Да. Университетте бірге оқыған бала кейін шақырып қалды. Мына компанияң еш жаққа бармай жатыр да, мен қазір бір өзім компаниямда басқа новый жаңа отделение бастап жатырмыз, келіп қосыл деді да. Баста ойлап жүрдім, маған не бар, оған және біреудің қолына істеп, танымайтын жерде. Бірақ ол бала жақсы еді да, бір компьютер сайенс оқығанбызда ол жақсырақ білетін бала еді. Бірақ қайтадан бір өзім алдын істеген бір танысым сол компанияға кетті. Уже сол кезде мен ойладым, мен не қылатын, құрмет қылатын инженер мынаған барған болса, значит бір зат бар деп. Сол кезде бір логистика компания өзінің несін бастап жатыр еді. Типа Research and Development дейді, R&D, новый отделение, как бы бұларға ақша береді, бұлар андай әртүрлі проектлер қылып, көреді, не зат қылса болады, не қылмайса болады, сөйтіп, как бы со стартап, бірақ уже ақшасы бар стартаптай болды да. Сода көрдік, басында тек 3-4 адам едік, әртүрлі проект қылдық сол компанияның өзіне, сол біздердің қылған проектлер себебінен ол компания тезірек көбейіп бастады да. Бірақ ол логистика компания да. Біздер сол логистика компанияның ішінде софтлар қылып жатыр едік. 2 жылдан кейін ол компания не қылды? Сатылып кетті. 250 миллионға ма сатылып кетті. Бірақ ол кезде менде ондай доля анау жоқ. Сатылды, біздерге айтты. Мына компанияны сатып жатпыз, үлкен компания сатып алып жатырды, бірақ біздерде мынандай вариант бар деді. Осы команданы біздердің жаңа басталған R&D, Research and Development, сіздерді алып, новый компания создать етеміз деді. Ол новый компания ақшасымен 15 миллион сразу андай не қылды. Валюта, долларда, я? Долларда. Сөйтіп, мына сатқан компания кетті, біздерді алып, новый компания ашты. Жаңағы ненің өзі, шефтің өзі, главный директордың өзі. Сөйтіп, сол кездерде 2018-де компаниямыздың шотында ақша бар, бірақ продуктымыз жоқ. Продукттың бәрі сатып алған компаниямен кетті. Компанияда бір где-то 30 адамдай уже айтты, так, ақшаңыз бар, енді сіздер ақша туралы ойламаң, стартап бір зат қалайық деді да. Біздер уже нөлден бастау керек. Идея, продукт, кейін логистика сферасында қайтадан 1 жылдай сондай проектлер қылып жүрдік, 3-4 продукт софт запускать еттік. Бірақ кетпеді деп қарасақ, ақша таусылып бара жатырды, бірақ клиентлеріміз почти жоқ, аз. Сөзімнен қиын мәселе болды. Айтты, главный директор келіп, компанияның жартысын қырамыз деді. Сөйтіп қайтадан бір 15 адамдай болып қалдық, бір 2019-да ма, содан кейін қайтадан нөлден бастадық. Стартап нөлден бастағанда не қылу керек, қандай продукт қылу керек екенін, қайтып тезірек қылу керек екенін ойлап бастау керек қой. Сөйтіп біздер соны бастадық 15 адам болып, бір заттан, алдыңғы үйренген затларымыздан бір продуктымыз көтеріліп бастады да. 2019-ларында уже адамдар біздерге ақша төлеп бастады. Кейін ковид болып қалды. 2020-да. Ковид бір жағынан біздерге үлкен жәрдем берді. Алдын біздер қылып жатқан продуктымыз, сататынымыз үлкен компанияларға еді да. Андай брендлар болады ғой, магазиндерде андай Coca-Cola, Nestle деген. Біз сондайлар продуктымыз сондайларға еді. Бірақ ондай компаниялар емес еді, не қылу керек? Сатушылар негізінен офисына барып ұшып, жақсы ресторанларға апарып, гольф ойнап, не қылып сондай да. Бірақ ковидтің кезінде уже олардың бәрі жауып тастады, бәрі зумнан не қылады, точно
именно конкретно не сатып жатсаң маған не пайдасы бар деген заттар бізге жәрдем берді да. Андай опытымыз жоқ еді андай продажа бойынша. Сол ковидпен барлық затты сол виртуальный продажа сатып не қылып көрсетіп демонстрация қылып клиенттермен бір жылдың ішінде уже біздер нөлден где-то $1 миллион неге дейін шықтық та, оборотқа дейін шықтық. 2020 жылдарда. Да. $1 миллион оборотқа шықтыңыз. Адамдар алып басадық, компанияны көбейтіп, продуктларды қосып, кейін әр жылы екі барабар көтеріліп бара берді 2024-ге дейін. Қазіргі уақытта сол компанияда жұмыс алып барасыз? Жоқ. Тезірек көбею үшін қайттан ақша не қылacak, фандрейз алacak едік. Фандрейз деген таза инвесторлар тауып, көбірек ақша көтеріп, компанияны тезірек жүргізе жағадық. Сондай процессті бастап едік, фандрейзинг дейді. Үлкенірек компания шығып қалды біздерге. Сіздерді сатып алacak сол темада туралы сөйлесейік деп біздер ойладық. Так біздер инвестиция алып дальше кете берейік па, я мына компанияны қосылайық па деп. Олардың берген предложениесі вообще зор еді да. Біздер бір 22-23 миллион уже оборот болып жатыр еді жылына $. Бұл компания предложение берді, почти 10 есе оның ценасына біздердің компанияны сатып алуға. Бұл уже компания Америкада барлығы танитын компания, біздердің сферамызда, біздердің компанияны алып, өзінің несіне, портфолиосына қосып қоя жағатты. Өткен жыл сөйтіп сол процесс болды. Әзір сол компанияның несіндеміз, қолындамыз. Біздерге задача беріп қойған, өздеріміздің қылған SupplyPike деген алған компанияның аты. Соң продукттың үлкен компанияның несіне қосу, программасының ішіне қосу, системасына қосу. Әзір сол менен үлкен не болатыпты. Бірақ итак компания біздердің продуктымыз жақсы продукт болғасын, итак тез көтеріліп жатыр еді. Жылына әр жылы 2 барабар көтерілді дедім ғой. Олар сатып алғаннан кейін біздерде точно сондай болды да. Бір жылдың ішінде 22-ден 45-ке ма өткен жыл болды, осы жыл болып жатыр. Қазіргі істеп жатқан стартап компанияңызда ақырғы 5 жылдан істеп жатырсыз. 6-7 жыл болып қалды. 6-7 жыл. 2018-ден бері. Бұл жерде істеп жатқан өзіңіздің ядда қалған қандай жобаларды айта аласыз? Қызық болды, я қиын болды, бір есте қалған жобаларыңыз бар ма Америкасында? Көп ондай зат кино шығарса да болады деп ойлаймын. Бірақ мен керекті затларды айтатын болсам, интернетте көп көресің, мынандай қылып, мына компания мынандай инвестиция алды, мына компания мынандай инвестиция алды деп постоянно газеталарда, инстаграмларда, нелерде, линкдиндерде көріп жүресің. Біздер сол не бойынша жасағанбыз, бірақ ол вообще қиын процесс екен да. Например, әнерде 1000 компания болса, тек 1000 компаниядан біреуі нормальный сумма көтер алады екен да инвестиция бойынша. Еще мен алтын қылмаған зат, сөйтіп ол минимум 6 айлық болатын процесс екен да. Фандрейзинг дейді соның аты. Біздер басында айттым ғой 15 миллион басадық, бірақ ол жетпей қалды. Уже бір 2022-де қайтадан бізге ақша керек еді. Сол кезде біз $25 миллион инвестиция таптық. Соны алу үшін біздер 9 ай жүрдік. 9 ай жүргенде не болады? Күнде инвесторлармен сөйлесесің, күнде біруге точно сол айтқан затын қайтадан түсіндіріп отырсаң, бізге мынандай пул келсек, мынандай дәрежеге көтерілуіміз мүмкін деп. Бұл дегені мен олармен сөйлесіп жүрген кезінде өздеріміздің продуктқа онша этибар бермей жатырмыз, өздеріміздің командаға этибар бермей жатырмыз. Ондай затты мен алдын ойлаған жоқ едім да, бұндай тым қиын, көп уақыт алатын процесс деп. Сол 2022-де болып еді. Кейін айттым ғой, 2024-те қайтадан тезірек өшу үшін қайтадан сондай инвестиция ала жағадық та. Қайтадан сондай процесс болды. Қайтадан 6 ай ма, 7 ай ма жүрдік, даже мына компания біздерді не аламыз дегенше, сатып алам дегенше. Сол естіп жатқанlar Америкада компания бастайды ой адамларға сол айтатын бір советім
фандрейзинг деген біріншіден қиын зат, екіншіден көп уақыт алатын зат екен да. Ақшаңыз ертең, например, ендігі ай таусылайтын болып жатқанда стартапыңыз болса, уже кеш та, ол затты бір жыл алдын андай қылып ойлап қоятын екен. Бірақ басқа историялар көп, басқа уақытларға кино, кітап жазса да болады деп ойлаймын. Көп зат үйрендік. Мен жораларым айтатын едім, мына жаңағы үлкен компанияларға барғандарға, Google, Amazon уже миллионер да, бір 10 жылдың ішінде. Олардың 5 жылда алған опытын мен, по-моему, сол істеген уақытымда 6 жылдың ішінде бір где-то 15-20 жылдық опыт алдым деп ойлаймын өзім. Неге десең, тез өсесең, и қылатын адам аз да, бәріміз өзіміз қылуымыз керек. Стартап өзіңіз ашқаннан кейін? Да. Қандай заттан өтпедік та. Команданың жартысын неғылып шыға жіберу, проблемалар әркімдермен, юрист, легальный жақларынан, мандай нелер, HR жақларынан әртүрлі затлар болады ғой. Түрлі клиентлер болады. Үлкен компанияда отырғанда ондай затлар саған келмейді, ол басқа адамдар қылып отырады. Сізге тапсырылған жұмыспен шұғылданып отырасыз. Сол бір 6 жылдың ішінде бір где-то 15-20 жылдық, по-моему, опыт алдым да. Сол жағынан зор болды. Америкада сол стартап ашу бойынша, Luma компанияны жүргізу бойынша конкурентлер қандай? Сізде конкурент болды ма сол уақытлары, сіздердің сол істеп жатқан жобаларыңыз бойынша? Американың базары жүдә үлкен. Любой неге қарасаң, индустрияға қарасаң, саған қысаған минимум бір 10 компания сол затты қылып атыпты да. Конкуренция деген зат постоянно күшті болады. Бірақ Американың базары дым үлкен, почти жақсы кете берсең, почти бәріне не бар да. Бір зат шығады, қазан үлкен дейді ғой. Бір зат шығады. Және Американың бір жері маған жаққаны, бір компания стартап басасың бар ғой, сен тек Американы ойлайсың да. Біздер жақта, например, Қазақстанда, Өзбекстанда компания басасаң, инвесторларға барып сөйлессең, яқшы, Өзбекстанда айта берме, одан кейін қайға барамыз дейді да. Өзбекстанның ақша жетпейді ғой дейді. Центральный Азияның өзіне қарасаң, ол жетпейді. Европаға ма, мена деген не, арабский жақлар, сояққа барамыз ба, Европа, Америка ма. Мен бұяқларды тек соларды көп естетінен да, Америкада жүргенде ешкім ойламайды, инвесторлар ойламайды. Американың рыногы үлкен, базары үлкен, почти кете берсең, өзің направлениеңді тауып кетесең, мына компания почти сені қылып атқан болса да, олардың өзінің жолын тауып алады да. Біздер бастап атқанда бір-екі конкуренттер бар еді, бірақ біздер тезірек өсіп, андай маркетинг, продажаларға көбірек әтібар беріп, ақырына дейін үлкенірек игроклардан бірі болдық та. Бірақ қиын, 6 жыл деген аз уақыт емес қой. Рахмет жауап үшін. Айтып отырсыз, компьютер сайенста бакалавр оқыдым деп университетте. Аз көпшілік біздерді көріп отырған көпшілік жастарға қызықта, университетте IT сферасында оқып тұрып, һәм одан басқа IT сферасында реал жұмыс алып бару, парқалар қандай? Мысалы, сол IT сферасында жұмыс істеу үшін 4 жыл бакалавр оқу керек па? Пікірлер бар, бірақ мен басынан үйтіп ойламайтын едім да, университетке барудың результаты жұмыс алу керек деген. Университетке бармай-ақ ақша табатындар көп, например, университетке бармай-ақ базарға, анау-мынауға араласып кететін балалар көп қой. Оқитын адам оқиды. Оқымайтын адам университетке барса да оқымайды да. Например, мен неше адаммен бітірдім, бір где-то 200-дей адам бітірді компьютер сайенста. Жартысы почти не қылмайтын еді да. Басқа жөнеліспен кетіп қалды. Неге десеңіз, бәрі университеттің кезінде оқымағаннан кейін бәрі жұмыс ала алмайды да. Оқитын адамдар университетке барды ма, бармаса да бәрі оқиды. Университет неге жәрдем береді, например, мен не оқуды білмейтін едім да, компьютер сайенс деген мынандай үлкен зат.
компьютер деген мынандай процессоры болады, одан процессордан кейін андай операционкасы болады, операционканың үстінде программинг нелер болады, басқа программалар істеу үшін инфраструктурадай затлар болады. Мен өзім оларды оқып жүретін болса, қай жерден бастаудан білмейтін едім да. База данных, например, оларды оқуды қай жерден бастауды білмейтін едім. Университет теориялардың бәрін соларды үйретеді, көрсетеді, и дальше ол өзіңе қарайды да. Ол затларды қайықта істетесің, не қылсаң. Мен деп ойлаймын, сол затларды фундаментті бірінші алып алғаннан кейін, әзір любой затқа не қылып применять қылса болады да. Мынандай адамдар болады, просто бір зат үйренеді, и таза проблема ашып қалғанда, уже олар қиынырақ болады да, мына қайтып решать қылуға болады. Потому что неге десең, олар фундаментін дұрыс оқымаған шығар, оқытпаған шығар. Соның үшін мен деп ойлаймын, мен өзім жұмыс үшін деп университетке онша бармадым да, бастап оқып алайын, базовый знание не керек, одан кейін уже не қыла береміз деп. Қандай жұмысқа болса да тапсыра береміз деп. Андай финансовый сондай, например, басында бухгалтерия, финансовый модельдерді басты істету үшін типа үйретіп алады бәрін университеттің кезінде. Бірақ жұмысқа барғаннан кейін вообще басқа темалар болады. Бірақ сен мынандай фундамент болғаннан кейін любой затқа не қылып кете бересің да, араластырып, байланыстырып. Дұрыс конкретный ответ айтпадым, бірақ андай нелерім бар, бірақ буткамп деген затлар болады. Сен именно бір направлениеге қызығып отқан болсаң, тек соған бір жылда даярланып береміз деген затларым, например, болады да. Яқшы оған барсаң, сөйтіп 2 жылдан кейін ол профессия жақпаса не болады? Қайттан сондайға барсаң ба, қайттан басқасына барасың ба, сондай жағы бар, минусы. Сіздің пікіріңіз, сол университеттің ахметі бар, ұлыма кәсіпқанлауда, сол IT сферасы бойынша да өзіңізге ахмет болды? Менің пікірім бойынша қандай направление болса да фундаментін үйренген жақсы деймін. Университет бола ма, институт бола ма, кейін өзі дальше бәрі адамның өзіне да, оны қайтып істетеді, қай жерде істетеді. Бірақ әзірлер бар, алдындар бар еді ғой, просто мен мына зат қылғым келіп жатыр, бірақ оған диплом керек, соның үшін просто 4 жыл исад оқымай жүріп, тек дипломды алып, соған бараман деген затлар уже құр уақыт кетіргендей болады да. Америкада, например, жаңағы үлкен даже компаниялар бар ғой, диплом сұрамайды. Интервьюнан өте алсаң, Google, Amazon дегенлер, интервьюнан өте алсаң, саған ешкім саған диплом сұрап отырмайды. Әзір айтып жатырсыз, оқитын адам бәрібір оқиды, ізденеді деп. Енді біздерді көріп отырған Қарақалпақстан жақсы болуы мүмкін, Өзбекстан жақсы болуы мүмкін да. Сол оқитын адам оқиды дегеніңізге, англичан тілі сол сіздің IT сфераңызда сол IT сферасында қаншелі ахметке ие англичан тілі? Сол бойынша айтып кетсеңіз. Енді қаяқта жұмыс істеуіне қарайды да. Мен әзір түсіндірмесімен білетін шығар, уже барлық адамлар уже английский тіліне өтіп жатқанын мен әзір жастарға қараймын да. Біздердің кезімізде бірінші орысша үйренетін едім, одан кейін английский үйренетін едім да. Әзіргі жастар уже өзбекше, орыс тіліне даже араласпайды. Неге десең, уже интернеттің бәрі англисше, үйренетін материалдар көп, қарақалпақшадан, өзбекшеден. Бірақ әзір ойлаймын, бір-екі тіл андай не болады, үлкен болады, английский бәрібір ең жоғарысында жүреді. Китайский әзір не болып жатырды, көтеріліп бара жатырды, Қытай тілі. Бірақ английский любой жерде кетіп қалады деп ойлаймын. Аны көріп отырпан, Россияның компаниялары уже арасында не английский істетіп бастап жатыр. Даже алдын полностью орысша еді ғой. Яндекстің кейбір командалары уже не қылып бастап жатыр да, английский сөйлесіп бастап жатыр. Неге десеңіз, олардың уже Европадан нелері бар, жұмыс істейтіндері бар. Ташкентте, например, орысша білмейтін, бірақ английский білетін нелері бар. Индия, Пакистанлармен істейді. Английский
үйреніп алу керек. Сол IT сферасында тағы бір сұрау бар еді. Әртүрлі компаниялар бар, Усема Раужанман деген. Сол ұлымалық айтқанда IT сферасында талап жоғары болған қандай жұмыстар бар, қандай кәсіптер талап жоғары IT-ға? IT деген үлкен тема да. IT деген, например, мына компьютеріңді Windows установка қылып беретін зат там IT. Ол программирование мынау керек емес. Software engineering деген программирование, например, анда сол үлкен компаниялар көп жұмысқа алатындар, ол дәстүршілер да. Олар үлкен. Кейін ендігі мәселе қазір 2 жылдан бері искусственный интеллект, сүни интеллект көтеріліп жатыр да. Ол уже бұл тазарақ, жаңарақ направлениелер ашып жатыр да. Оны қылып шығатын инженерлер простой программисттер емес. Machine learning, статистика деген затларды уже мектепте, университетте оқитын затлар да. Олам басқа өз направление бар жатыр да. Бірақ сол кейінгі 5-10 жылда ең көп көтерілетіні сол деп ойлаймын. Ана искусственный интеллект жағынан дәстүршілік программирование қылатын затлар деп ойлаймын. Бірақ көп IT деген қылатын затымыздың бәрі IT ғой. Любой зат программирование қалмайды, басқа жұмысынсыз болады. Бәріміздің қолымызда компьютер, телефон бар, олардың бәрі IT деп, инженерия деп есептелінеді. Тек мынаған бар десем, ол да дұрыс емес та. Андай өзінің қызғысы, бағана айтқандай, өзі қызғысыз барып қалса, ол бәрібір не қылмайды, пайдасы жоқ ақырында. Азыр айтып отырсыз сүни интеллект деп. Сүни интеллект бойынша сол сіздің пікіріңіз айтады ғой, келешекте бәрі сүни интеллект басқару қаупі бар деген, адамдарды басқарып кету қаупі бар. Біреулер соған негатив қарайды, біреулер позитив қарайды. Соған сіздің пікіріңіз қандай? Сүни интеллект келешекте қалай көресіз өзіңіз? Сүни интеллектті. Енді андай спектрум бар ғой, әркім не болу болатынын ойлайды деп. Әзір біреулер даже қарамайды, ол 1-2 жылдан кетіп қалады деп ойлайды. Біреулер анда полностью компаниялар сүни интеллектпен басқарылады деп. Мен әзірше пікірім, әзіргі модельдер ондай адамды полностью не қылып кететін емес та, адамның жұмысын қылатын. Әзірше мен бөлім мынандай, шеп жақардамын. Адам, любой адамға бірақ жұмысымен тезірек қылуына, тезірек үйренуіне жәрдем береді. Бірақ, например, сенің орныңа нерге бір компьютерді қойып, қылатын дәрежеге әлі бір, по-моему, 5-10 жылға дейін жетпейміз ау деп ойлаймын да. Әзіргі модельдер андай не шығармады әлі. Полный новый исследование, research па не дейді, затлар таумады да. Бірақ ақшаң бәрі соған кетіп жатыр да, көтеріліп жатыр да. Мен өзі соған қызығып, жақынырақ жүремін. Әзір не болып жатыр осы сферада. Кеше ChatGPT айтып жатыр едім, уже 1 миллиард адамы бар деп. Ол мен айтпасам, уже адамдар өзі әстен үйреніп басып жатыр да. Мен уақытымда, біздердің уақытында даже Нөкісте интернет жоқ еді ғой. 7-8 класстарда интернет жоқ еді. Болса да қымбат, андай сумма сатып аласың мегабайтты. Сағат 12-ден кейін қосылып, 2 сағат отырып не қылатын еді. Біздер сонымен өстік. Кейін неше бір 2005-тен кейін туғанлар қолында айфонмен уже не қылып үйреніп бастағанша интернет деген сразу туған кезінен бастап нелер болады. Да, әзіргі мәселене жастар уже сразу ChatGPT-мен қылады. Бірақ проблемасы бұрынғыдай бұл ChatGPT өзінің өсуіне пайдаланып жатыр ма? Я просто домашний заданиялар қылуына қылып жатыр па деген жағы да бар да. Өзі үйренуіне, өсуіне қылып жатқан, пайдаланып жатқан адамдар бәрібір алдыңғыдай басқа адамдардан өтіп кетеді дегендей несі бар да. Басқа заман болады енді не болса да. Бұрында біздер түнімен отыратын едік қой, мына программаны код істемей жатыр, қай жерде ашып көп болды деп. Қазір ондайлар болмайды, соның үшін басқа затлар табу керек, қайтып мен не қыламын деп. Сүни интеллекттен айырылып тұрамын дегендей қылып. Бірақ күшті тема әзір. IT сферасына енді кіріп келіп жатқан жастарға өзіңіздің бір ауыз сөзіңіз бен мәслихатыңыз болса?
бағана айтқанымдай біріншіден өзіңде интерес болу керек та. Мынандай қылып біреуден күтіп жүрмеу керек, маған мынаны үйрет, маған мынаны не қыл деп. Интернетте информация вообще көп қазір. Әзір ана Гарвард, MIT деген университеттердің бәрі ютубқа өзінің несін қояды бесплатно, сабақларын. Айтамын, әзір осындай нелерде интернетті көбірек шұғыланып, мынаны маған үйретпеді, маған мынаны не қылмады деп жүрмей, прямой барсында әзіргі топовый адамдар қаяқтан бастаған болса, любой адамға әзір сол доступында. ютубқа барып, андай сол Гарвард, MIT-лардың сабақларын оқыса болады, например. Андай не қыл дейді, интернетте андай блог-постлар көп қылады, европейский, например, российский, американский адамлар, сол сфераның жоғарысында жүретін адамлар. Прям солардан не қылсын деймін да, үйренсін. Америкада оқудым, например, шарт емес қой. Кейін соларды қылып бастағаннан кейін өзің бір специалистқа барғасын, мен көп адамға айтамын, и так сол уақыт кетіріп жатсаң, сол уақытың кетіріп жатқанда сен неге полностью сол самый лучший сол специалисттен неге сен ең жақсы адам специалист болмайсың деген не айтамын да. Просто жұмысқа 8-9 сағат барып жүретін болсаң, сол уақытты дұрыс пайдаланып, көп зат үйрен, көп зат ана не қыл, жарат, шығар. Әзір 2 жылдан кейін ол жақпайды саған сол зат, зато сен не қылдың да, көрсеттің, сен хотя бы бір заттан ең жақсы адам болатының да. Кейін басқа жаққа, например, өтіп кетсең, уже сондай не қыл дейді, ана менталитеттің уже қалады да. Бәрі мен нағзатларды үйреніп, тезірек басқалардан жақсы болуым керек дегендей менталитет бәрі қалады. Айтуым сол, IT-да 2 жылдан кейін бәрі жақсы возможностьқа не қылып, өзі интерес болса, қалған болса зор. Бірақ жақпай қалған болса, басқа затқа өтсең, бәрі сол үйренген затларың, нелерің қалады да. Тәжірибе, қайтып істеу, қайтып оқу деген затларды басқа неге істетсе де болады. Сол IT сферасында жүрген адамдарға өзіңіздің тәжірибесіне келіп шыққан халда 3 сағатыңыз берсеңіз, сонымен жұмақтап қойсақ болады. Енді әркім өзінің журналысы бар, әркім өзі қандай, мынандай дейді ғой, не қыл дейтін еді, әркім өзі не қылу керек екенін біледі дейді да, просто өздері қылмайды, ерінеді дегендей қылып, сол айтып отқан затым біреулерге жәрдем берсе берсін, болмаса басқа адам жүрген адамдар өзі бәрі не қылу керек екенін біледі ғой. Маған ең пайдалы болған затлар өзімнің комфорт зонамнан шығып, например, мен иммигрант болсам, Америкада жүріп, өзіме цель қойдым да, андай үлкен компанияларда қайтып жұмысқа кірсем болады дегендей қылып, өзім комфорт зонамнан шығып, даярланып, басқа жақлардан тәжірибе алып келу үлкен жәрдем берді да маған. Әзіргеше сол азған тәжірибелерден кейін көп заттарды көріп шықтым. Мына үлкен компаниялар мынандай қылады екен, мынандай қылады екен, мынандай қылады екен деп. Егер бұяқта жүрген, Өзбекстанда, Қазақстанда жүрген адамларда мынандай вариант болса, российский компания ма, Ташкенттегі ма, Европа ма вакансиялар шықса, не қылып, үйреніп, тапсырып, көріп, тәжірибе алып көрсін да. Хотя бы интервью процесінен өтіп көрсін, қандай болатынын. Біздер Қазақстанда, Өзбекстанда жасап жүрген деген тек осы базарға байланып қалуымыз деген гәп емес. Біреулер үйренеді, біреулер маған ұқсап ана бірінші курстағыдай үйренеді. Білеймін, английским жақсы емес екен ғой, мен мына программим жақсы емес екен ғой деп біледі. Соны біліп, кейін үйреніп не қылса, барып өтсе, бәрі басқа жақтан тәжірибе алып келген жақсы да. Кейін көбірек практикада болды жақсы дейсіз. Да, комфорт зонаңдан шығып, Технокстың, например, компаниясы несінде отыра бермей, тапсырып көр деп жатпын да. Ана Россия ма, Қазақстан ба, Ташкент па, удаленкалар болса, удаленка болмаса барып, шетелге барып істеп көр деп. Кейін басқа айтқаным жаңағыдай, информация уже любой направление бойынша саған келіп үйретпейді да ешкім. Бәрі информация уже интернетте бар, ChatGPT-да бар, YouTube-да бар, андай не қылсаң,
таныстардан сұрасаң, уже саған айтады, мына направление бойынша мына адамды твиттердан ізден жүр, мына адамның блог постларын оқып жүр деп уже мынандай мировой затлардан уже үйренсе болады да. IT софтвер деген зат не зат, ол любой адамға почти бәрі зат әзір доступны да. Программаны любой компьютерден скачать етіп болса, ютубқа любой адам барып бірдей нәтиже контент оқыса болады да. Со айтатын затым, YouTube кітаплардан постоянно өзін оқып развиваться етіп тұрсаң, қасыңдағы адамдардан уже өтіп кетесің да. Қасыңдағы адамдар тек біреу айтқанша отыра береді, или тек тәжірибе бойынша үйренеді. Үшіншісі бағана айтқан гәпіміз, жақсы командада болсаң, в любом случае сен тез өсесің да. Қасыңда может более сеньорлармен отырсаң, солардың тәжірибесінен үйренесің. Басқа стартапқа не қылсаң, қосылсаң, үлкен компанияда қылмайтын затларыңды қыласың, бірақ қасыңдағы адамларға байланысты, ол сен постоянно өсіп отсаң ба, өсіп отқан жоқсаң ба. Бір адамдар андай болып қалады, бір компанияда, например, 5 жыл істеп, 3 жыл істеп, комфортный болып қалады, и деп қарап көрсе, өспей атқан болады да. Менің ойлауымша, сондай дәрежеге жеткеніңді білсең, уже басқа жаққа қарап бастауым керек дейсің да. Басқа жаққа қарап деген компаниядан шығу шарт деген емес. Просто компанияның өзінде, может, мен ана директорлерге барып сөйлесіп, мынандай қылсақ, мен мынандай проекттер қылсақ, мен мына затымды, мына навыкларды өсіргім келіп жатыр деп қылса да болады. Я болмаса басқа компанияларға қарасын дегендей қылып, тоқтап қалмау керек та өсуді. Енді біреулерге жақпауы мүмкін ондай совет, бірақ мен өзім сөйтіп ойлаймын, бір жерде қалып кетсем, уже бір зат өзгеру керек дегендей қылып. Рахмет мәслихатларыңызды бөліскен үшін, сол жобаға шақырғанымызда келген үшін үлкен рахмет, уақытыңызды бөліп. Сізге де рахмет, аудиторияңызға үлкен рахметтер. Мен табу қиын емес интернетте. Google'ға мыналарға шықса, полностью сайтым, контакт информациялары шығады. Ана нелерге оқу, жұмыс, шетел мәселелері бойынша сол жастарымыз қызықса шыға берсін. Сұрала болса, сізге мұраджат ете берсін. Жете берсін. Мен көп адамға жәрдем бергенмін оқуға, жұмысқа шығып не қылуына, үйренуіне. Рахмет. Рахмет.